Түлкі, тасбақа және кене. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөлеміз деп шешіпті. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, құлап кетер деп, жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырмалап, тары егеді, ал кене піскен егінді жинап алады. Олар көп таралады. Сөйтіп олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп егінді көріп, тарыны үшеумізге бөлсе қаншадан шығар екен? Одан да үшеуміз жарысып, кім озса егін соған бұйырсын дейді. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп, мәреге бірінші болып жетеді. Сонда кене мені басып өлтіресің бе дейді. Түлкі, сен қашан жетіп алғансың? Деп сұрайды. Кене, сен бағана 1, 2, 3 дегенде-ақ мен келіп қалғанмын деп жауап береді. Екеуі дауласып жатқанда, ентігіп тасбақа келеді. Әй түлкі, мен жолда бір пәле көріп келдім. 2 қара бүркіті мен 2 тазы иті бар, ат мінген 2 адам келді. Маған түлкі жолдасыңды тауып бер деді, мені қорқытты. Мен бірақ сені айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей осында келе жатыр дейді. Түлкі, мені айта көрмеңдер, мына тарыны екеуің тең бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын. Аңшылар мені сұраса, білмейміз қайда кеткенін деп жауап беріңдер. Деп түлкі қашып кетеді. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене екеуі бөліп алыпты.